есі ауысқан жігіт жас қыздарды ұрлап кетеді, оларды шешіндіріп айуандықпен өлтіреді. Сосын болған оқиғаны бейнеге түсіріп, полиция бөлімшелеріне жібереді. Сәлем достар, бүгін біз сендерге триллер жанрында түсірілген «Үнсіз періштелер» деп аталатын қорқынышты фильмге шолу дайындадық. Ему это нравится. Жұмыстан отбасылық мәселелермен шеттетілген детектив Лаура таң атпай тұрып жаттығулар жасап, ваннаға түседі. Ваннадан кішкене сәбиді көргендей болып шошып кетеді. Бұл уақытта детектив Джаспер әйелдер үйінің иесі Гретта тапқан. Эмилия Олсонның денесін көруге келген. Қыз отырған күйі өлі табылған болатын. Эмилияның қолдары арасынан судмедэксперт Йохан Флешка тауып алады. Лаураның басшысы Сандра қызметкерін жұмысқа қайтуына өтініш жасап шақырып алады. Бірінші кезекте табылған картаны бұзып көруді бұйырады. Лаура келіседі, бірақ бұл шешім қарым-қатынастары жанаспай жүрген күйеуі Маркқа аса ұнамайды. Соңынан мекемеде Джаспермен танысады. Сөйтсек картаны бұзып кіру оңай екен, себебі қылмыскер құпия сөзді көрінетін жерге жазып қойған. Құпия сөз періштелер жаратушысы. Мұны көрген детектив бір қылмыскер солай аталғанын есіне түсіреді. Бейне жазбада маньяк жалаңаш қызды көрсетіп, қатыгез түрде қинап, әдейі өлтіреді. Соңынан Сандра Джасперге Лаураны қауіпті кибер қылмыстарға жауап береді деп таныстырып, бірге жұмыс жасайтындарын айтады. Жұп өлген Эмилия Олсонның ата-анасына жол тартады. Қыздың анасы Хели соңғы жылы олар көп ұрысқандықтан ата-анасын тастап кетіп қалғанын айтады. Кейін детективтерге қыздың бөлмесін көрсетеді. Мұнда әйел Эмилия тірі кезінде қымбат брендтерден киінгенін байқайды, ал оның арзан компьютерінде қымбат веб-камера тұрған. Қоса үстіне жиһаз астынан Джаспер үлкендерге арналған ойыншық тауып алып, ата-анасына көрсеткенде олар бір аунап тұрады. Ал Лаура компьютерді де алып кететінін айтады. Соңынан олар мәйітханаға келіп зерттеу қалай аяқталғанын сұрайды. Маман қызды бірінші пакетпен тұншықтығып, соңынан көкірегінен бастап асқазанына дейін жыртып, Эмилия қатты қиналмай бірден жан тапсырғанын айтады. Сол уақыт Лаура, күйеуі Марк екеуі дәрігерден болашақ баласының миына зақым келіп туылатынын естігенін есіне алады. Оның үстіне әйелдің жасына байланысты баланы алдырып тастау керектігін. Кенет Лаура есін жиып, Эмилияның аяғы ауыр болмады ма деп сұрап қалады. Дәрігер кері жауап беріп, бірақ қызды өлтірген құрал бұрын аборт жасалуға қолданылғанын айтып өтеді. Сосын дәрігер Джаспердің өтініші бойынша базаға кіріп, Эмилия бір жыл алдын шынымен де аборт жасағанын анықтайды. Ер адам осындай жолмен қылмыскер қызды жазалаған деген шешім шығарады. Ертесіне қыздың компьютерін ашып көріп, Лаура жәбірленуші шынымен де жақсы ақша көтеріп отырған веб-камерашы екендігін анықтайды, және қыздың өліміне бір күн алдын Эмилияның видеосын сатып алған бір тұрақты оқырманның ізіне түседі. Ер адам отбасылы екен, жұп үйіне келіп Эмилияның суретін көрсетеді. Лаура ер адамға ол қызға өзіне зақым келтіруіне тапсырыс берген жалғыз оқырман екенін атап өтеді. Бірақ оның алибиі көп өтпей расталады. Олар жігітті тұтқынға алады. Жұмыста Лаура әріптесі Джаспердің әйелі 8-ші айда екенін біледі. Үйге келген әйел ашу ызасын қайта жаттығуларға жібереді. Бұл уақытта маньяк келесі құрбаны 22 жастағы Лилиге қол сұғады. Таңертең Марк әйелінің кеште өтетін отырысқа сыра ала салуды өтінеді. Мұнысымен кешікпей кел дегені болатын. Ал бір сағат өте Джаспер жаңа құрбан туралы хабар алады. Лилиді басшысы тауып алыпты. Қызды өлтірген соң жұмыс істейтін дүкеніндегі тоңазытқышқа отырғызып қойып кетіпті. Дәрігер бұл жолы құрбан лезде өлмегенін атап өтеді және қайта жад картасын тауып алады. Бейне жазбада маньяк тағы қызды қалай өлтіргенін түсіріпті. Ол әлсіз қыздың жалынуына қарамастан айуандықпен өлтірген. Сандра келіп Эмилияның бейнесі журналистер қолына түсіп жаңалықтарға шығып кеткенін айтады. Сондықтан оларға конференция өткізу керек туған. Лаура жад картасында полиция мекемесінің бүкіл камералары мен жазбаларын ашық көре алатын вирус орнатылғанын түсінеді. Енді қылмыскер олардың не істеп жатқанын көріп қоймай, әңгімелерін естіп отыратын. Әйел барлық кабельдерді жұлып тастайды. Ол Лилидің медкартасын бұзып, ол да Эмилия секілді аборт жасатқанын біледі. Соңынан қылмыскер Лилидің аккаунтынан хабарлама жазып, оларды көріп тұрғанын айтады. Лаура маньяктың қайда екенін білу үшін сөйлесе бастайды, бірақ ол үлгермейді. Қылмыскер дер кезінде шығып үлгереді. Алайда Лаура оның криптосетінің бір бөлшегін ашып үлгереді. Лаура әріптесін 5000 берсең қылмыскердің адресін біліп беретін досына алып келеді. Ер адамға бұл жоспар ұнай қоймағанымен амалсыз хакерге ақша аударады. Лаураға бүгінгі кешкі асты есіне салады. Қонақтар алдында кешіккенін сылтаулату үшін әріптесін өзімен бірге алып кетеді. Ал үстел үстінде әңгіме балалар жайлы кеткенде, әйел тағы да көңілсіз күйде күйеуі Марк олардың туылмаған балаларына кішкентай табыт салғанын есіне алады. Ал құрбыларының бірі әйелге өмір жалғасып жатқанын айтып түсіндірмек болып еді. Лаура айқайлап салады. Бұл кеш күйеуі үйден кетуімен аяқталады. Ал Лаура күйеуіне айтпай аяғы ауырлығын 25 айында алдырып тастағанын айтады. Себебі баласының ақыл есі кем болып туылуы мүмкін еді. Бұл түні Мания келесі Мишель атты құрбанына барады. Ал таңертең хакер досы қылмыскердің осы маңда болуы керек деген контейнерлер қоймасының мекен-жайын жібереді. Айтылған жерге келіп детективтер басшыдан бір түрлі адам контейнер жалдайтынын біледі.
Біраз өте шынымен де мұнда тірі асылған қызды табады. Полиция қызды босатып жатқанда шум гранатасы лақтырылып, бетперде киген, қару ұстаған ер адам пайда болады. Соңынан қызды кісі өлтіруші деп айтып атып салып, түрін көрсетіп кетіп қалады. Ауруханаға Джасперді алып кетуге әйелі келеді. Ал Лаура бос үйге қайтқысы келмей офиске келіп қылмыскердің фотосуретін сала бастайды. Бұл уақытта қылмыскер Людвиг баласын өлтірген аурухананы жарып жібергісі келетінін анасына айтады. Анасы болса Эмилияны жазаладың, енді барлығын тоқтат деп айтады. Таңертең Джаспер Лаураға шынымен көмек керектігін айтып өтеді. Сондықтан жұмыстан шеттетілгені дұрыс екен. Жаңалықтардан қылмыскердің суреті таралып кеткен. Лаура қылмыскерді эгосын пайдаланып құрықтауға ұсыныс тастайды. Ол тұрғындардан маньякты ұстауға көмек сұрап бір сайтта өтініш қалдырады және Сандраға өтірік конференция өткіздіреді. Осылайша сайтқа бір күнде ең көп кірген адамды анықтамақ болады. Жоспар іске асады. Лаура сайтқа кім кіргенін анықтап, 3 қыздың анықтамасын жазады. Осылайша полиция сайтына бүгін 9 рет кірген, бірақ IP мекен-жай қалады. Бұл үй әйелдерді асырайтын үй болатын. Бұл жердің басқарушысы кісі өлтіруші оның ұлы Людвиг екенін мойындайды. Жігітке көмек керек, себебі оның бұрынғы қызы Эмилия олармен ойнап ақыры аборт жасаған болатын. Әйел ұлының қайта екенін айтып, тек ұлын өлтірмеуге уәде алады. Алайда детективтер оны тапқанда дәл қазір 2 тонна жарылғыш затты жарып жіберем деп қорқытады. Өзін ерекше сезінген жігіт Лаураға балаңды қалай өлтірдің деп үстінен күледі. Лаура шыдай алмай Гредаға берген уәдесін бұзып, жігітті атып салады. Джаспер бастығы алдында Лаураны ақтап шығады. Әйелдің псих жарылыс ұйымдастырам деген соң атып салғанын растайды. Бастық әріптестерін мақтап, алайда тергеу аяқталғанша Лаураға қаруын тапсыруды өтінеді. Ал кешке күйеуі Марк заттарын алып кетуге келгенде әйел жылап кешіріп сұрайды. Жұп біраз уақыт дегенде алғашқы рет қатты жақындасады. Бірақ әйел таңертең ұйқысынан тұрып, басында қаруланған қылмыскердің анасы Гретаны көреді. Грета Лаураны алып кетеді және жол жөнекей ұлының қалай әкесі өзі жасамақ болған аборттан аман қалғанын айтып береді. Ал мекеме алдына алып келгенде Лаура байланған Джаспер оның әйелі және күйеуі Маркты көреді. Әйел Лаураға уәдесінде тұрмай ұлын өлтіргенде айыптап, алдына таңдау қояды. 3 адамның біреуін таңдап, қалғанын атып салуы керек еді. Ал аяғы ауыр Эва бұл іске қатысы жоғын айтқанда, кемпір әйелдің тура ішіне атып салады және тағы да 2 ер адамның арасында таңдау жасауды талап етеді. Лаура ештеңе жасамайды, ол үнсіз отыра береді. Ал жынды болып кеткен Грета әйелдің артынан келгенде, Лаура өзіне оқ атып, кемпірді бірге алып кетеді. Арадан біраз уақыт өтті. Лаура және Марк қайтыс болған балаларының басына барады. Әйел ақыры болған оқиғаны жіберіп, әрі қарай өмір сүруді шешеді. Оқу оның қарнынан тесіп өтіп, мәңгіге еңкейіп жүретін болып қалған екен. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, шолу туралы не айтасыздар? Пікір қалдырып кетіңіз. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман, сау болайық.